Үсті қытырлақ, іші жұмсақ тоқаш жасағыңыз келе ме? Сәлем достар, бүгін үйде оңай дайындалатын дәмі керемет тоқаш рецептісімен бөлісемін. Сақтап алып, міндетті түрде жасап көріңіз. Ең алдымен ыдысқа жылы сүт, аздап қант, ашытқы, өсімдік майын құямыз, жақсылап араластырамыз. Содан кейін 2-3 ас қасық ұн қосып араластырамыз да бетін жауып 5-7 минутқа қойып қоямыз. Енді қалған қантты қосып, жұмыртқа қосып, аз-аздан ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Илеп болған соң өсімдік майын қосамыз. Сонда қамыр жақсы көтеріліп, тоқашымыз жұмсақ болып піседі. 20-30 минутқа бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз, көтерілгенше. Қамырымыз көтеріліп дайын болды. Енді дайын қамырды бірдей бөліктерге бөліп, домалақтап аламыз. Пергамент төселген табаға орналастырамыз да бетін жауып 2-3 минутқа шетке алып қоямыз. Бетіне посыпка штризель жасаймыз. Ол үшін жұмсақ сары майға қант, ұн қосып, қолмен уқалап үгітінді жасаймыз. Тоқаштың бетіне жұмыртқан саруызына 1 ас қасық сүт қосып араластырамыз. Тоқаштың бетіне жағып шығамыз. Содан кейін посыпка сеуіп шығамыз. Қызып тұрған 180 градус ыстық пеште 25-30 минут пісіреміз. Міне біздің үсті қытырлақ, іші жұмсақ тоқаш дайын, өте оңай және дәмі керемет болып шығады. Ас болсын. Сіздермен болған Ақгүл, келесі видеода кездескенше.